Оспан мен Смағұлдың ортасында аппақ жылтыр асық жатыр. Оспан асыққа ұмтылып, «Менікі, мен ұттым!» деп жұлқып алды. Смағұл ашуланып, «Жоқ, әділ емес, кезегім еді!» деп қарсы шықты. Барынша киіп қайнаған қалтында Оспанға жұдырғала жүгірді. «Ей, қуарған-ай!» деп соған қоса аса бір боқтықты айтып қалды. Оспанға ұрсам деп Ұлжанды боқтаған еді. Бұны Абай естіп, өз анасы үшін қатты киініп, «Өй ақымақ, ол оның шешесі болса, сенің де шешең емес пе? Бұны кім үйретті доңыз?» деп кеп, Смағұлды жақтан тартып жіберді. Осы бәлені шығарғаны үшін Оспанды да аямай ұрды. Абайдың көңіліне Смағұлдың жаман сөзі қатты тиді. Бір кезде шаптығып, қатты ұрсып, айғыз келіп Смағұлды жұлқып, «Мә жеңдер, талап тұтып жеңдер, жабылыңдар!» деп Абайға қатты төніп келе жатты. Абай, «Кіші апа дей беріп еді, әлім жеттік қыласыңдар ғой. Сендер бір шешеден төртеусіңдер, көпсін» деді. Абай, «Кіші апа деймін, тым болмаса не дегенін сұрашы?» Айғыз, «Керек жоқ, сен де күндестің баласы деп тұрсың ғой. Ұрған жақсы болса, ертең оқудан қалел де келер. Сенің сыбағаңды сол береді» деді Абайға. «Ойпырмай ана болғандағы ақылыңыз осы ма, кіші апа? Жағаласпа, шығарма тілінді. Бұлар бәйбіше, біз тоқал, тепкі көрмекпіз ғой». Ұлжан бұл жанжалдың бәрін естімесе де, Айғыздың шаптығып келген түрінен ақ байқады. Абайдың киінген ажарын танып, Айғызға, «Тоқтат жаным, бар, айтқаныңды қумаймын, тек ашуыңды аулаға кет, болды бар» деп жай ғана бітірді. Айғыз Ұлжанға біраз қадалып тұрды да, үндей алмай шығып кетті.